Қазақтың тұңғыш фотографы кім? Қазақтан шыққан тұңғыш фотограф қазақтың бір туар ақыны Жәңгір ханның немересі Шәңгерей Бөкеев. Әлемде фотография өнерінің пайда болғанына 184 жыл толса, осыдан 124 жыл бұрын Шәңгерей өзінің фотоаппаратымен тұңғыш суреттерін түсірген. Бұл кезде әлемде көптеген халықтар фотоөнердің не екенін мүлдем бейхабар еді. Яғни көптеген елде фотоөнердің не екенін білмеген кезде Шәңгерей қалай осы салаға келгенін деректерге қарасақ, Шәңгерей Бөкеевке 1901 жылы Петерборға барған сапарында Николай II патшаның өзі барлық құрал жабдығымен қамтылған фотоаппарат сыйлаған екен. Яғни фотоөнерге сол сәттен басталғанын осы кезге қарап білеміз. Енді аз уақыт ішінде қазаққа таңсық бұл өнерді меңгеріп алған Шәңгерей өз заманынан сыр шертетін ғажап құнды суреттер жасап, және оны өзі арнайы жабдықталған бөлме арнап, сол бөлмеде суреттерді басып шығарған. Осы жерде айтқым келгені, қазіргідей тұрақты топ көзі болмағандықтан табиғи жарық күшіне сүйенген уақытта әрі дала жағдайында сурет басып шығару оңай болмағандығын мән беруіміз керек. Қараңыздаршы, ұлт көсемі Әлихан Бөкейханның Шәңгерейді ерекше құрметтегені, арнайы барып сәлем бергені, үнемі сәлем айтып, халін біліп отырғаны. Қазақтың бас адамдарына жолданған жедел хаттар адресаттарында тізімінде осы Шәңгерейде болғаны тегін емес. Ал енді ата тегіне қарап көрсек, Шәңгерейдің әкесі Сейіткерей, атасы Жәңгір. Жәңгір қазақтың соңғы ханы болған. Арқарай Бөке, Нұралы и Әбілхайыр хан. Ал Әбілхайыр хан болса Шыңғыс ханның бір ұрпағы. Міне достар, бүгін қазақтың тұңғыш фотографы Шәңгерей Бөкеев туралы ақпарат білдік. Шәңгерей түсірген фотосуреттің бізге жеткен нақты саны белгісіз. Шәңгерей түсірген суреттер түрлі қорларда, музейлер мен архивтарда және ұрпақтардың қолында сақтаулы қалғандары ғана білеміз. Алайда қаншама керемет құнды суреттер барын бізге белгісіз болып қалай береді. Достар, егер ақпарат ұнап жатса, маған тіркелуді ұмытпаңыздар, және де мобилограф, фотограф достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар.